Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза ұстау тек рухани тұрғыдан ғана емес, денсаулық үшін де пайдалы. Ғылыми зерттеулер оразаның ағзаға оң әсер ететінін дәлелдеген. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Ас қорыту жүйесін демалдырады. Ораза кезінде асқазан мен ішекке түсетін жүктеме азаяды. Бұл ас қорыту жүйесінің қалыпқа келуіне көмектеседі. Тамақ уақытша азайған кезде бауыр мен ұйқы безі де демалып, олардың қызметі жақсарады. Ағзаны тазартады. Адам тамақ ішуді шектеген кезде ағза жинақталған токсиндерден, улы заттардан табиғи түрде арылады. Ораза кезінде бауыр, бүйрек және басқа да мүшелер зиянды қалдықтарды шығару жұмысын күшейтеді. Ораза ұстаудың тағы бір ерекшелігі қандағы қант деңгейін реттейді. Ораза инсулин сезімталдығын арттырады. Бұл қандағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектеседі. Бұл қант диабетінің алдын алу мен метаболизмді жақсартуда маңызды. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Аштық кезінде ағза алғашқы 8-12 сағат ішінде көмірсуларды пайдаланады. Содан кейін энергия көзі ретінде май қорын жаға бастайды. Бұл артық майдан құтылуға көмектеседі. Жүрек денсаулығын жақсартады. Ораза қандағы холестерин деңгейін төмендетіп, қан қысымын тұрақтандырады. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Ми қызметін жақсартады. Ораза майдың жұмысын жақсартып, нейрондардың өсуіне ықпал етеді. Сондай-ақ есте сақтау қабілетін күшейтіп, Альцгеймер немесе Паркинсон ауруларының қаупін төмендетеді. Ұзақ өмір сүруге ықпал етеді. Кейбір зерттеулер ораза кезінде жасушалардың жаңару процесі күшейетінін көрсетеді. Бұл қартаюды баяулатып, өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін. Психологиялық тұрақтылықты жақсартады. Ораза кезінде адамдар сабырлы болуға үйренеді, стрессті жеңілдетеді және көңіл күйді жақсартады. Сонымен қатар рухани және эмоционалды тұрақтылықты нығайтады. Оразаны дұрыс ұстаған жағдайда ол денсаулыққа көп пайда әкеліп, өмір сапасын жақсарта алады. Бұдан да пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.